Үйден, отбасыдан береке қай жағдайда кетеді? Кейде адамдар жолым болмай жүр дейді. Бірақ мәселе жолда емес, мәселе үйде. Себебі береке далада жүрмейді, береке үйде тұрады. Ал егер ол кетсе, оны ақшада, қызметте, беделде қайтара алмайды. Ендеше шындықты айтайық, береке неден кетеді? Ең бірінші, үлкенді сыйламаудан. Қазақта бір сөз бар: батасыз үй, бақсыз үй деген. Үлкенді сыйламау жай ғана әдепсіздік емес, бұл берекеге қарсы әрекет. Ата-анаға қарсы сөйлеген адам ертең баласынан да қарсы сөз естиді. Көп үйде жағдай бар, бірақ ата-анасы ренжіген, сондай үйлерде жұмыста жүрмейді, балалар да сөз тыңдамайды. Ал екінші, ерлі-зайыптылардың арасындағы құрметтің жойылуы. Отбасының тірегі еркек пен әйелдің ара қатынасы. Ер адам қорған, әйел жылу. Егер ер адам әйелін кемсітсе, онда үй суып кетеді. Егер әйел ерін сыйламаса, үй құлайды. Баланың көзінше ұрысқан ата-ана баланың жүрегін жаралайды. Осылайша үйден береке кетеді. Үшінші, ұрыс керіс ауыздан шыққан жаман сөзден кетеді. Береке айқайдан қорқады. Үйде жиі айтылатын ауыр сөздер: шаршадым, болды кетемін, сен түк істемейсің деген сияқты. Осы сөздер үйдің рухын өлтіреді. Сөз — ол энергия. Үйде қандай сөз көп айтылса, сол нәрсе көбейеді. Сондықтан да аузымыздан шыққан әрбір сөзге абай болуымыз керек екен. Төртінші, шүкірсіздік. Бүгін барды көрмеген адам ертең жоғын көбейтеді. Үнемі шағымдану берекені баяу өлтіреді. Кей адамдарда бәрі бар, бірақ үнемі риза емес, разы емес. Сол үшін де ешқашан олар бақыт таппайды. Қолындағы бардың, қолындағы алтынның қадірін білмейді. Бесінші себебі — адал табыстың жоқтығы. Ақша — ол құрал, бірақ адал болмаса, ол сынаққа айналады. Адал емес табыс баланың мінезіне, үйдің тыныштығына тікелей әсер етеді. Осылайша үйден береке кетуі мүмкін. Алтыншы себебі — рухани бос кеңістік. Үйде дұға жоқ болса, жақсы сөз жоқ болса, ризашылық жоқ болса, онда береке тұра алмайды. Бала тәрбиесі сөзбен емес, үйдегі атмосферамен жүреді. Енді берекені қалай сақтаймыз деген сұраққа тоқталсақ. Береке қайтады егер үйде кешірім болса, сабыр болса, сыйластық болса, адалдық болса, шүкірлік болса. Береке айқайлағанды емес, сабырлыны тыңдайды және таңдайды. Егер бүгін үйіңде береке жоқ болса, оны кінәлаудан емес, өзгертуден бастау керек екенсіз. Берекелі үй баланың ең үлкен байлығы. Осы тақырыпта өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіздер болады. Сіздердің ойыңызша үйден, отбасынан береке не үшін кетеді? Және арнаны жоғалтып алмау үшін арнаға жазылып қойыңыздар.